Сәлем, балалар. Бүгін біз ежелгі адамдардың қалай өмір сүргенін бірге көретін боламыз. Олар біздің заманымыздан өте ертеде өмір сүрген. Ежелгі адамдар үңгірлерде немесе ағаштан жасалған қарапайым үйлерде тұрған. Олар табиғатқа жақын өмір сүрген. Олар жануарлардың терісінен немесе өсімдіктерден киім тіккен. Киімдер оларды суықтан қорғайтын. Ежелгі адамдар аң аулап, балық аулап, сондай-ақ жеміс-жидек жинаған. Бұл оларға күнделікті тамаққа көмектескен. Олар тастан, ағаштан құралдар жасаған. Мысалы, найза немесе тас балға. Бұл құралдар оларға аң аулауға және қорғануға көмектескен. Ежелгі адамдар отты тамақ пісіру үшін және жылыну үшін қолданған. От олардың өмірін жеңілдеткен. Олар топ болып өмір сүрген. Бірге аң аулап, тамақ жинап, бір-біріне көмектескен. Балалар ойнап, ата-аналарынан жаңа нәрселерді үйренген. Олар әрдайым бірге болған. Ежелгі адамдар жануарлармен жақын өмір сүрген. Кейде жануарларды аң аулауда пайдаланған, немесе оларға қамқор болған. Ежелгі адамдар табиғатты құрметтеген. Олар өз өмірін табиғатқа бейімдеп, жануарлар мен өсімдіктерді қорғаған. Бүгін біз ежелгі адамдардың өмірімен таныстық. Олар қарапайым, бірақ қызықты өмір сүрген. Біз де оларға ұқсап табиғатпен дос болып, бір-бірімізге көмектесе аламыз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.